Good day, children. How are you today? Now let's begin. Today is our new lesson. The theme of the new lesson, Pupil of Kazakhstan. Қайырлы күн балалар. Кітабымыздың 80-81 бетін ашамыз. Яғни Қазақстанның інжу маржандары деген тақырыпты бүгін өтетін боламыз. Барлық жаттығуларды орындаймыз. Next, exercise 1 and 2. What is the pearl of Kazakhstan? How did it come to be? Listen and read to find out the pearl of Kazakhstan. Балалар, бұл жерде біздің кітабымызда, яғни Қазақстанның інжу маржандары туралы мәтін берілген. Сол мәтінді оқып, аударып аламыз, және де қарамен жазылған сөздер біздің бүгінгі сабағымыздың жаңа сөздері болып табылады. Яғни сын есімдер берілген, сол сын есімдерді есімізде жақсылап сақтап аламыз. Ендеше жаттығуларды орындаймыз. Келесі үшінші жаттығуда read the text and answer the questions. Бізге сұрақтар берілген, сол сұрақтарға жауап беру керек. Мен сіздерге дайын жауаптарын жазып қойдым. Сол жауаптары мен сұрақтарын дәптерге жазып аламыз. Next exercise 4. Complete the sentence. Use scratches, watches, kept, made, landed, fell. Яғни бізге етістіктер берілген. Сол етістіктерді берілген сөйлемдерге тиісті орнына қойып, сөйлемді толықтыруымыз керек екен. Әрине бұл сөйлемдер біздің мәтінімізде кездеседі. Мен сіздерге балалар дұрыс нұсқаларын жазып қойдым. Осыны толықтырып жазып аламыз. Next, exercise 5. Complete the graphic organized below with the adjectives the writer uses in the story. Яғни, жаңағы историядағы, яғни мәтіндегі адамдар, кейіпкерлердің мінездеме берілген және орындарға сипаттама берілген. Сол мінездемелерге сипаттамаларды, мінездемелерді мен сіздерге жазып қойдым. Осыны да дәптерге жазып аламыз. Next, last exercise 6. Match the words in bold in the text to the synonyms. Яғни, астына мәтін берілген, сол мәтіндегі бізге қалып кеткен сөздер берілген, сол сөздерге біздің берілген сын есімдерімізді тауып қойып шығуымыз керек. Яғни, сөйлемнің мағынасына қарай, сол мағынасына қарай жазып, сөйлемдерді толықтырып, мәтінді толық түсініп алуымыз керек. Мен сіздерге дұрыс нұсқасын жазып қойдым. Бұны да жазып, өздеріңіз естеріңізде сақтап алыңыздар. Келесі балалар, соңғы жаттығулар, 7-8 жаттығулар. Бұл бізде, яғни жұппен жұмыс, топпен жұмыс, яғни сол берілген мәтінді суретін салыңдар, сол туралы кітапханадан, интернеттен ақпарат жинаңдар деп айтқан. Яғни өздеріңіз, барлығымыз қазір интернет пайдалануды білеміз. Интернетті пайдалану арқылы осы Қазақстанның інжу маржандары тақырыбында өздеріңізге мол ақпарат жинасаңыздар болады, және де оны сыныптастарыңызбен талқыласаңыздар болады. Балалар, бүгінгі сабақ ұнаса, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Сау болыңыз.